Талақ. Күләмза деді. Күләмзаның атын атағанда түпкі ойы Зейнеп жауап берер ме екен деген еді. Немене әке, деді Күләмза. Әжең қайда? Шам неге жақпайсыңдар? Әжем жылап жатыр деп Күләмза Зейнептің бауырына тығыла түсті. Айдарбек басқа айтар сөз таба алмады. Төсегінің үстіне барып қисайып жатты. Екі көзі пеште, пештің жанындағы Зейнепте. Қозғалар ма екен, тұра ма екен деп ойлайды. Зейнеп тұрып шам жағып, төсек салып берсе, тамақ ішіп алса, бұрынғы ашу араздықтың бәрін ұмытып, құшақтап жатқысы келеді. Бірінің артынан бірі түрлі ойлар тізбектеліп, Айдарбектің еркін билей бастады. Таяқ жеген Зейнепті ішінен аяды. Жазықсыз ұрғанына өкінді. Қызыл шырайлы бетінен сүйгісі келді. Ынтыққаннан ынтығып, еріксіз басын көтеріп алды. Зейнепке барып жалынғысы келді. Орнынан қозғала берейін дегенде, кенет тағы бір ой түсті. Баруым тиіс болар ма екен? Барар-бармасын білмей даң болды. Зейнеп тағы көп жылады. Айдарбекпен қосылғанына биыл 7 жыл болған екен. Содан бері өткізген өмірінде қызғылықты күн шамалы. Байының мінезі теріс, болмашы сылтау қылып, 2 күннің бірінде ұрады. Келген кезде таяққа шыдай алмай, қайдан тап болды ма екен деп налып жүргенде осы Күләмза туылған. Тұңғыш баланың адамға ыстығы қандай? Күләмза туғалы Зейнеп таяққа да үйреніп, ашу араздықты да жаба тоқып жүре беруші еді. Жаңа Айдарбектің алмалы-салмалы мінезі Зейнептің тыныштандыруға себеп болды. Түнерген бұлттай бұрқырап, бұрқ-сарқ келсе де, сағатына жетпей ашуы тарқап, екеуі ойынға, әзілге кіріседі. Жетісіне бір ұрсу, ұрысқан сайын ұру. Екеуінің ойынша да тұрмыстың заңы шариғаттың бұйрығы секілденеді. Олай ойлауларының себебі жайшылықтан гөрі араздасқанның артынан екеуі бірін-бірі айлап-жылдап көрмеген адам секілденіп құшақтайды. Сондықтан екеуі ашуланысқанда бірін-бірі жәбірлесе де, бірін-бірі көрместік сөз айтса да, ұзамай бір қызғылықты тұрмысқа қайтатындарын сезетін секілденеді. Айдарбек бүгінде дәл солай болады деп ойлады. Бірақ Зейнепте ондай ой жоқ еді. Бұрынғы қалыппен таяқты елемей, ісін істеп, алдағы қызғылықты тұрмысқа әзірлену бүгінгі Зейнепте жоқ еді. Өйткені желкеге тиген жұдырықтан гөрі бір ауыз ауыр салмақты нәрсе бар. Зейнептің соншама жылауына, бүкшиіп жатып алуына сол себеп болды. Қанша ойласа да ұшына шығу қиын. Ол талақ еді. Зейнеп елде жүргенде шешелерінің айтқанынан не істетін? Неке ерлі-байлы адамның тұрмысын бір-біріне байлайтын жіп. Бірін-бірі көрмеген, бірін-бірі сүймеген екі адамды неке сүйдіреді. Неке махаббат жібі. Ерлі-байлы адам қаншама бірін-бірі көрместік болып араздасса да, неке тұрған жерде махаббат үзілмейді. Ал ерлі-байлы адамның жиренішті тұрмысына дәнекер болып тұрған жіпті үзетін бір нәрсе бар. Ол талақ. Айдарбек бүгін көп ұрған жоқ. Бірақ таяқтан 10 есе артық талақты шығарды. Мен сені көрмеймін. Менен саған талақ деп айтып салды. Зейнеп енді жібі еріксіз үзілді деп жатыр. Байының 1-7-ден бері ұрысқаны,
желкеге бірер түйгені әлдеқашан ұмытылған. Есі дерті жалғыз талақ. Айдарбектен айырылып кететініне сенбейді. Күніне 40 пышақтасып отырса да, дүниеде осыдан артық тұрмыс бар деп ойламайды. Зейнеп көп ойлады. Бастан өткен тұрмысы біртіндеп көз алдынан елестей бастады. Әке шешесінің қай уақытта құда болып мал алған анық білмейді. Бірақ күйеуге берілгенін, келешекте жеңгелері секілденіп, біреуге қатын болып, күнде таяқ жеп өмір өткізетінін Зейнеп есі кіре бастағаннан ақ сезеді. Тентек болып жеңгелермен ойнағанда, қой, байыңа айтып ұрғызармын деген сөз жас күнінен ақ жүрегіне әліпбидей жатталып, өзінің ұрылатындығына күн бұрын бойын ұсынып қойған. Сөйтіп жүргенде Айдарбек ұрын келіп, бірін-бірі бірінші рет көріп танысады. Бірін-бірі ата-аналары қосқан соң, сүймеске орын жоқ деп түсінеді. Зейнеп соның бәрін ойлап келгенде, абайсызда айтылған талақ кенет еске түседі. 7 жылдан бергі қызық тұрмыс сағатында бұзылып кеткен секілденеді. Сол бір тұрмыс әлі де болса бұрынғы ізімен қала берсе, Зейнептің дүниеде арманы жоқ секілденеді. Зейнеп қалың ойға шомып жатып ұйықтап та кетті. Канал ұнаса, лайк басып, пікір жаза отырыңыздар. Жалғасы келесі бөлімде.